Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, жамағат, біз сіздермен Құран ғибраттары сабағымызды жалғастырамыз. Біз өткен сабағымызда сол Кахф сүресіндегі діндерін сақтау үшін, имандарын сақтау үшін сол үңгірге тығылған, жасырынған жігіттердің оқиғасының аяқ жағына келген едік. Біз келіп тоқтаған аяттарда Алла Тағала айтады: Астағизу билла, «Ва кәзәлика баъаснахум лиятасаалу байнахум». Біз осылайша олар өздерінің араларында сұрассын, яғни бір-бірлерінен сұрасын, сұрақ қойсын деп, оларды қайтадан тірілттік дейді. Баъс деген негізі қияметтегі қайта тірілту. Бұл ұйқыдан тұруға да айтылады негізінде. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаңағы ұйқыдан оянған кезде, жаңағы ұйқыға жатар кезде айтқан дұғаларының ішінде де осы сөз кездеседі. Жалпы бұл жігіттер жаңағы белгілі бір залым патшаның, кәпір патшаның зұлымдығынан қашып жасырынды ғой. Оның бас жағы алдыңғы сабақтарда айтылды. Мақсаттары діндерін сақтау, осы имандарында тұрақты берік болып қалу. Өйткені сол жердегі иман келтіргендердің барлығы қудаланып, өлтіріліп, діндерінен қайтарылып, сондай жағдайлар болып жатты. Қала қаилум минхум кам лабистум. Сол кезде араларында біреу не деп сұрады: біз қанша ұйықтадық, бұл жерде қанша жаттық деп. Қалу лабисна яуман ау баъда яум. Бір күн немесе күннің белгілі бір бөлігі, жарты күн, яумаса жарысынан көбі, азы дегендей. Қалу раббукум а'ламу бима лабистум. Сендердің қанша жатқандарыңды Раббыларың біледі. Бұл жеріне біз кешегі сабақта тоқталып кеттік. Пайдасыз нәрселердің түбін қазбаламау, іздемеу. Ал таптың, ал неше ай екен, неше жыл екен, одан не өзгереді? Нақты оның мөлшерін тапқан уақытта. Сондықтан олар не деп айтты? Раббыларың біледі қанша ұйықтағандарыңды. Фабаасу ахадакум биуарикикум хазихи илал мадина. Араларындағы біреу одан да шықсында мына күміс ақшаны алып қалаға барсын. Фальянзур айюха азка туаман. Қай жерде халал, ең жақсы халалдық тұрғысынан тамақ бар екен, соны қарасын. Фальятикум биризқин минху. Сол жерден барып бізге ризық алып келсін. Және абайлап жүрсін, кіргенде де, шыққанда да, қайтқанда да ешкімге білдіріп қоймасын деді. Бұлар жасырып жатыр ғой енді. Бұл жерде шығатын үш мәселе, біреуін біз өткен сабақта айттық, пайдасыз спор деп. Екіншісі халал ас, әсіресе тамаққа келген кезде халал нәрсені ғана тұтыну, халал нәрсені ғана іздеу. Бұл осы қиссадағы ең үлкен сабақтардың, ғибраттардың бірі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде айтады. Бұл хадис 40 хадистің жинағында да келеді, Науауидің рахималла. Алла Тағала арасында тайиб, бір сипатын айтады Алла Тағаланың. Және уәлә яқбалу илля тайибан дейді. Тайиб деген жақсы, таза деген сөз ғой. Және өзі тек таза, жақсы нәрселерді ғана қабыл етеді. Халал нәрселерді ғана қабыл етеді. Бұл жердегі әзка деген сөз имам Ибн Касир рахималла атияб деп түсіндірген. Жаңағы тайиб сөзімен. Және ол қай кезде тайиб болады? Халал болған уақытта ғана деп тәпсірлейді имам Ибн Касир. Сол үшін де біз зекетті не деп атаймыз? Зекет деп атаймыз ғой, садақаны. Парыз болған зекет садақасын. Бұл да осы зәка сөзінен шығады. Тазарту, тазалау. Өйткені ол сенің малыңдағы нәрселерді тазартады. Бір мағынасы. Екінші бір мағынасы өсіреді. Жаңа хадисте Алла Тағала тек халал нәрсені ғана қабыл етеді. Және Алла Тағала мүміндерге, пайғамбарларға бұйырған нәрсені бұйырды. Сөйтіп не деп айтты деп Құрандағы жаңағы кулу минат тойибати ва амалу салиха. Жаңа елшілер, пайғамбарлар жақсы, адал нәрседен ғана жеңдер және салихалы істеңдер деген аятты оқыды дейді. Демек бұл халал табу, халал жаңағы тұтыну, халал нәрселерді ғана ішу, жеу, ол пайғамбарлардың жолы, пайғамбарлардың сипаты
пайғамбарларға бұйырылған нәрсе. Және қараңыз, Алла Тағала мүміндердің шарапатын бір көтеріп тастап жатыр да, пайғамбарларға бұйырылған нәрсе, пайғамбарларға тапсырылған нәрсе сендерге де бұйырылып жатыр, сендерге де тапсырылып жатыр деп, осы бір аманатты орындау, арқалау мәселесіне келген кезде біздің үмбетті, мұсылман үмбетін пайғамбарлармен осы именно осы амалды теңеп жатыр. Бұл да бір үлкен абырой, мәртебе деп білсек болады. Және сол хадистің жалғасында не деп айтады? Бір мысалға келтіреді ғой адамды, ұзақ сапарға шығады, үсті басы жаңағы шаң, ол қолын аспанға созып дейді, жаңағы я раббым деп айтады, бірақ оның ішкені харам, жегені харам, кигені харам, дұғасы қайдан қабыл болсын дейді. Бұл арқылы біз білеміз, харам нәрселердің бірден бір кесірі ол біздің дұғаларымыздың қабыл болмауы. Дұға дегенде ол жерде ар жағында сіздің біраз ғибадаттарыңыз кіруі мүмкін. Сіз көптеген жақсы амалдар жасайсыз, әсіресе садақаға келген кезде, мысалға біреу қыруар қаржы табуы мүмкін харам жолмен да, ұрлығы бар, қарлығы бар, жаңағы алдау, арбауы бар, я болмаса халықтың қазынасынан жеуі бар, өзінің ақысы емес та. Харам деген өзі екі түрлі болады ғой. Біреуі харамун лизати, өзі сол болмысынан харам да, болмысынан харам. Шошқаның еті деген сияқты. Ондай нәрселерді Құранда Аллах Тағала жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бұйырады, сен оларға айт, мен сендерге харам етілген нәрселерді айтып берейін деп, ол аққан қан, шошқаның еті, өлексе, ол санаулы нәрселер негізінде ол. Ал екінші көп кең тарайтын түрі ол харамун ли гайрих деген. Яғни басқа бір себеппен харам болған. Өз негізінде болмысында халал, нан болсын, мысалы ақша болсын, басқа нәрселер болсын, мал болсын, бірақ соның қолға жету жолы харам болғандықтан ол харамға айналады, жаңағыдай ұрлықпен, басқамен, кісі ақысымен деген сияқты. Сондай нәрселерден біреу мысалға ақша жинауы мүмкін, баюы мүмкін, қаншама қыруар қаражат табуы мүмкін. Және ол соны бір жақсылықтарға жұмсап та жүруі мүмкін да. Мешіттер салады, медресе соғады, жаңағы Құран басып шығарады, мысалы дейік. Сөйтіп жетімдер үйін қамтамасыз етеді, тағысын тағы, бірақ оның бірде біреу қабыл болмайды да. Бірде біреу қабыл болмайды, өйткені ол немен келген? Харам жолмен келген. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Тағала дәретсіз намазды қабыл етпегені сияқты харам нәрседен садақаны қабыл етпейді дейді. Дәрет жоқ адам намаз болмайды ғой. Дәл сол сияқты харамнан табылған болса, ол садақа болып саналмайды. Бірақ ол адам бәрібір оны істеу керек. Егер тиісті ақылары, жаңағы ақы егелері белгілі болмаса, нақты кімнің ақысы бұл, кімнің жаңағы қолынан зұлымдықпен тарту алынғанын білмесе, егер білсе соларға қайтаруға міндетті ғой. Ал егер білмеген жағдайда ол бәрібір оны садақа қылады. Бәрібір оны садақа жолымен жұмсайды. Бірақ оған сауап жазылмайды. Өйткені Алла Тағала қабыл етпейді деді ғой жаңа. Сауап жазылмайды, ол тек мойнындағы харам ақшадан, харам малдан құтылады, арылады. Сол үшін де жаңағы Абу Бакырдың әлгі мүшрикпен спор болады ғой. Рум сүресіндегі оқиғаға байланысты, жаңағы Рим жеңеді дейді, жеңбейді дейді, жаңағы неше жылда деген уақытта соның ар жағында оқиға. Ақыр соңында спормен жеңіп келген түйелерін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген кезде Абу Бакрге не деп айтады? Фаиннаха сухт дейді, бұл харам мал дейді. Фатасаддақ биха дейді, бұны садақа қылып таратып жібер дейді. Өзі тұтына алмайды да оны. Көрдіңіз, харам жолмен келген нәрсенің ол үкімі солай. Және одан адам сауап күтпейді. Жаңа дұғасы қабыл етілмейді деп тұрғаны, және кейбір осы садақаға байланысты ғибадаттары қабыл етілмейді деген нәрсе сол да. Ал енді халал тұтынудың, халалдан табудың ол ең үлкен пайдасы, ол адамның былай шыққан кезде қарасаңыз, дінімен тікелей байланысты болып тұр ғой. Онан кейін ол оның білім алуы, оның жаңағы көркем мінезді болуына, тіпті имам Ахмад рахималла, ол көркем мінезге жетудің жолы ол халал нәрселерді ғана тұтыну деп айтқанда, мысалға. Одан кейін өзінің ұрпағының салиқалы болуына ол тікелей әсер ететін нәрсе осы халал нәрсе. Сондықтан да ол оның ар жағында денсаулыққа зияны ол қаншама жетіп жатыр. Жаңағы хадистерде де келеді ғой, харамнан өскен ет жәннатқа кірмейді деген мысалға. Ол хараммен адам неше жыл бойы азықтануы мүмкін, өзі ұрпақтарын асырауы мүмкін мысалға да. Ал ол жерде үлкен кісі ақылары жататын болса, ол бәрібір қанша сен халалын тауып сатып алып жеп жүр, сен жалпы кірісің бәрібір харам жерден келіп тұрған болса, ол бәрібір
бесполезно былайша айтқан кезде. Және екінші жаңағы харам түрінің, басқа кісі ақысы араласқан харам түрінің көп таралады деп тұрмыз ғой, енді одан сақтану керек деп. Бұл жерде екіншіден кісі ақысы бар да. Алла Тағала құдси хадистерде айтады, сендер өз араларыңдағы нәрселерді бір-біріңмен кешірім сұрасып, ақыларыңды алысып, берісіп солай келіңдер. Ал менімен сендердің араларыңда болған нәрсені мен кешірем дейді. Оның кешіруі оңай. Ал кісі ақысы Алла Тағаланың әділдік сипатымен ғана жүреді. Ол Алла Тағаланың тек әділдігімен ғана есептеледі, әділдігімен ғана ол жерде мәміле жасалады. Бірде бір кісі осындай отырған кезде сұрақ қойды. Бұл дін, жалпы дін, мынау биліктің халықты басқару құралы ғой дейді. Билік халықты басқарады, тәртіпке бағындырады, жүйе, біздің заң сияқты ғой дейді. Ол сондай нәрсе ғой дейді. Иә, діннің бір қызметі, бір атқаратын бір функциясы ғой. Ол қоғамдық ақылар, мысалы кісі ақысы деп отырған нәрселердің барлығы ол реттеледі онсыз да дінде. Бірақ діннің ол жалғыз ғана қызметі емес та, және маңызы ол емес та. Енді неге олай деп отырсыз десем, ол айтады, мысалы сен жаназаға келесің имам ретінде, сөйтіп жаназаның алдында не деп сұрайсың? Қарызы бар ма деп сұрайсың ғой дейді. Ол өліп қалған адам ғой дейді. Алла Тағалаға бәрібір емес па дейді, қарызы бар ма, жоқ па, оны кешірем десе кешіре салмай ма дейді. Мен айтамын, дұрыс айтасыз, Алла Тағалаға оның кешірімі кең. Жаңағы менің мейіріміме барлық нәрсе сияды дейді ғой. Алланың мейіріміне бәрі сияды. Бірақ қарыз берген адамның жазығы не? Оған қарыз беріп, ол қайтарады деп күтіп жүрген адамның жазығы не? Кісінің ақысы деген сол емес па? Алланың әділдік сипаты деген сол емес па? Сондықтан да жаңа хадистің мағынасында егер араларында ақы болатын болса, кісі ақысы кешірмейінше мен кешірмеймін дегенде Алла Тағала. Халал мен харамның пайда зияны осы. Онан кейін үшінші мәселе, жаңағы абайлап жүріңдер деді ғой. Ешкім сендердің бұл жерге жасырынғандарыңды, бұл жерде тығылып жатқандарыңды біліп қоймасын. Егер біліп қоятын болса не істейді? Иннахум иялхару алейкум ярджумукум. Егер олар сендерді тауып алса, тасборан етіп өлтіріп тастайды. Ау юидукум фи миллатихим. Немесе өздерінің діндеріне кіргізеді мәжбүрлеп, зорлап. Уалан туфлиху изан абада. Ал өтетін болса, ешқашан құтыла алмайсыңдар дейді. Енді көргенін айтып жатыр ғой, сондай нәрсе болып жатыр ғой ол жерде. Не өлтіріп жатыр, не діннен қайтарып жатыр да. Немесе осы жігіттер сияқты қашып құтылып кеткендер қашып құтылып кетіп жатыр. Болып жатқан нәрсені айтып жатыр да. Енді қараңыз, абайлаңдар дегені бұл жерде адам дін ұстанған кезде, әсіресе дінді жеткізген кезде, дағуат мәселесінде ол дұрыс, сенікі ақиқат. Сенің айтып тұрғаның ол Алланың кітабы, сенің еріп жүргенің ол Алланың жіберген ақиқат елшісі саллаллаху алейхи вассалам. Ол жерде ешқандай күмән жоқ. Ешкім онымен таласа алмайды. Бірақ сен бәрібір сәл осы ұстану мәселесінде кейбір жерлерде әсіресе сенің күшің жетпейтін мына жігіттер сияқты. Бұл жігіттер ақиқат жолында, бірақ не істей алады? Бүкіл билік, күш бәрі солардың қолында болып тұр да, жаңағы кәпірлердің. Не істейді олар? Үшеу, жаңағы бесеу, алтау, жетеу дейік жаңағы бір топ жігіт қой, қарсы шығып оларға не бітіре алады? Сондықтан ол жерде шамалы жасырыну, тығылу, абайлау деген айла тәсілдерді бәрібір қолдану деген нәрсе бар да. Сондықтан да Ибрахим пайғамбардың қиссасын білесіздер ғой. Жаңа пұттарды, қауымының барлығы пұтқа табынды, түнде келіп сындырып кетті, қиратып барлығын. Сосын не деді таңертең, мынаны кім сындырды деген кезде, мен сындырдым деп айтты ма? Жоқ. Мен сындырдым, керек болса тағы сындырам, бұларың сендердің ширк деп айтты ма? Өйтіп айтқан жоқ қой. Ол жаңа балтаны ең үлкен пұттың қолына қысырып кетті. Мен қайдам, азы сұрасаңдаршы дейді. Ана үлкен пұттан сұрасаңдаршы, жалғыз мен ғана болам, қалғандарының бәрін құртам деп бір-бірімен келісе алмай, бас піспей құдайлардың түнде бір-бірін өлтіріп тастаған шығар, мен қайдан білем деген қулықты пайдаланып тұр ғой. Дұрыс па? Сондықтан дағуат мәселесінде де ол сен жаңа белден баса бермей, адамның жаңа ақылына сәйкес жұмыс істеу деген нәрсе ол бар. Жеткізу мәселесінде әсіресе. Енді қараңыз. Уалан туфлиху идан абада. Енді егер сөйтетін болса, сендерді жаңа ұстап алып, не өлтіретін болса, я болмаса қайтадан жаңағы діндеріне кіргізетін болса, әсіресе осы нәрсені істейтін болса, сендер ешқашан құтыла алмайсыңдар деді ғой. Бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына бір хадис еске түседі. Иманның ләззатын тататын адамның үш қасиетін айтады ғой, кімде кімнің бойында мына үш қасиет болса, ол иманның рахатын көреді. Иманның рахаты дегенде, қазір біз мысалға иман келтірдік,
мұсылманбыз, бойымыздағы жаңағы өзіміздің мойнымыздағы амалдарымызды атқарып жүрміз, намазымызды, оразамызды барлығын жасап жүрміз. Бірақ оның бір рахатын көрмеуіміз мүмкін да. Оның рахаты дегенде ғалымдар түсіндіріп айтады. Сенің сол істеп жатқан міндеттеріңді өте жеңіл, оңай атқаруың дейді. Біреуімізге ауыртпалық болуы мүмкін да бұл. Біз қиналып жүрген болуымыз мүмкін. Екінші, сол себепті болсын, я болмаса басқа себеппен болсын, басыңа келген қиындықтарды жеңіл көтеруің дейді. Қандай да бір өмірде қиындық келеді. Енді мысалы сахабалардың өмірін қарап отырсаңыз, небір нәрселер болды да, бір соғыста бүкіл семьясынан айырылып қалған сахабалар бар, кеше бір шамасын Шамаилде айттық. Бір соғыста бүкіл отбасынан айырылып қалған мысалға. Сол сияқты қаншама оның үстіне артында қарыз қалған дегендей қайғы, қасірет, қиындық, қудалау бәрін көріп жатыр. Бірақ иманына ешқандай әсер етпейді да. Намазы сол намазы, оразасы сол оразасы, пайғамбарға ергені сол ергені, Құранды оқыған сол күйінде да. Иманның рахатын көру деген сол деп түсіндіреді ғалымдарымыз. Ләззатул иман деген сол дейді да. Енді мына үш қасиет болса ғана адамның бойында сол жаңағы иманның рахатын көру деген нәрсе болады дейді. Біріншісі, Алла мен оның елшісін басқаның барлығынан артық сүю. Бірінші деңгейде, бірінші дәрежеде жақсы көру. Екіншісі, егер біреуді жақсы көретін болса, оны тек Алланың разылығы үшін жақсы көру. Бір керек болып қалады ау, ертең пайдасы тиеді ғой деген сияқты. Үшіншісі, иманға келгеннен кейін, Алла тағала оны иманға әкелгеннен кейін қайтадан күпірге қайтуды отқа тірілей жанып кетумен бірдей деп көру. Көрдіңіз бе? Міне осы жігіттердің айтып тұрған сол нәрсе да. Егер олар сендерді бір нәрсе қылып, ол жерде енді ол айла тәсілін табады ғой. Ол міндетті түрде жаңағы маңдайына тақап тұрып, я болмаса жаңағы желкесіне қылышты қойып тұрып қайтармайды ғой. Ол соблазнға түсіп қалуы мүмкін да. Оны мысалы әртүрлі арбайтын, алдайтын нәрселермен түсіруі мүмкін. Дүниемен алдау, басқамен арбауы мүмкін. Неше түрлі нәрселер болады ғой. Дінмен сынамасын да Алла тағала. Егер дінмен сынайтын болса, білмейміз да ақыбетіміз не болатынын. Сондай нәрселерге түсіп қалмайық деген қорқыныш болды бұл жігіттерде. Енді қараңыз, бұл оқиға осылай болды. Кейін жаңағы ана жігіттердің біреусі шықты, қолында жаңағы күміс ақшасы бар. Оны базарға барып сауда жасағысы келген кезде ананы алған адам ол қазына тауып алды деп ойлады. Енді 300 жыл өтіп кеткен ғой ақшаға. 3 ғасыр өтіп кеткен да. Ол бір жерден қазына, бір жасырынған, көмілген бір байлық тауып алды, қазып алды деп ойлап, бөліспесең патшаға айтам дейді ғой. Бөліспесең патшаға айтам деп, ана ой мен қайдым, мен ақшам ғой қалтамда азанды алып шыққан үйден. Деп айтса, сонымен қоймай патшаға алып барады. Біз кеше сабақта айттық, оған дейін ол патша ауысып кетті. Баяғы залым кәпір ол өлді, одан кейінгілер де өлді. Бұл иман келтірген, сол дінге қарсы емес, керісінше дінді қолдайтын бір салихалы патша келген болатын ол уақытта. Енді сол патшаның алдына алып барады, оны бәрі көреді, шынымен де жігіт айтып тұрған рас қой. Сенбесеңдер біз барып отырған үңгірімізді көрсетейік деп үңгіріне ертіп барады. Осының барлығын олар көрген кезде бүкіл ел иманға келеді деп, осы қисса осы аяқталады да. Бүкіл ел иманға келеді сонымен. Енді қараңыз, Алла тағала әрі қарай айтады: وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Біз осылайша аъсарна деген жолықтыру. Жаңағы 3 ғасыр бұрын дүниеге келген жігіттермен қазір сол қалада өмір сүріп жатқан қауымды біз осылайша жолықтырдық дейді. Не үшін? Лия'ламу, білулері үшін Алланың уәдесі хақ екенін. Және қиямет сағаты, ақирет, ақыр заман, о дүние деген нәрселердің ешбір күмәнсіз, ла райба фиха, ешбір күмәнсіз бар екенін оларға көрсету үшін дейді. Из ятаназауна байнахум амрахум. Из деген сол кезде деген не ғой? Үстеу деймін дейді. Сол кезде олар бір-бірімен таласып тартысып жатқан еді дейді. 40-қа бөлініп кеткен ғой. Иманды патша келген, бірақ оның сенімін қолдайтындар бар, оған шынымен сенетіндер бар, екіленіп шынымен бекен, жоқ әлде өтірік бекен деп күмәнданып жүргендер бар, әлде оны қабылдай алмай жатқандар бар. Ал қайта тірілді дейік жалайды. Қиямет болған кезде адамдар қайта тіріледі екен. Ол кезде қалай? Ол рухы тіріле ма, жоқ әлде денесімен бірге тіріле ма деген неше түрлі таластан талас туып, әртүрлі талас тартыстар жүріп жатқан ғой сол уақытта. Ил ятаназаун, бір-бірімен таласып жатқан еді ол сол уақытта деп Алла Тағала соны айтып жатыр да.
Сонымен олар не істейді? Көзі жетеді, жаңағы жігіттерді көреді. Алла Тағала олардың солаймен сақтап қойған киімін, тіпті қасына еріп кіріп кеткен иттеріне шейін сол күйінде, сол кейпінде, сол қалпында тұрғанын олар көрді, көздері жетті. Содан кейін бүкіл ел не істейді? Иман келтірді. Қарасаңыз, Алла Тағала адамдарға кітап түсіруден бөлек, пайғамбар жіберуден бөлек, осындай өзінің күш құдіретіне дәлел болатын бір оқиғаларды да көрсетіп отырады өмірде. Көрсетіп отырады. Өйткені адамдардың ақыл деңгей дәрежесі бірдей емес. Ақыл деңгей дәрежесі бірдей емес. Біреулер сол келген пайғамбармен, соның көрген мұғжизасымен, жаңағы түсірген кітабынан оқып берген аяттарына иман келтіріп, соны қанағат тұтып, яқин сеніміне жетуі мүмкін. Ал енді біреулерге жаңағыдай бір нәрсе керек та. Алла Тағала бәріне мүмкіндікті береді. Әркімге әртүрлі мүмкіндіктер береді. Біз қазіргі күннің өзінде көріп жатамыз ғой, кейбір жерлерде мысалға топан су алыпты, сел басыпты, жер сілкініпті, бүкіл үйдің бәрі қирап қалыпты, бірақ мешіттер қалыпты деген нәрсені көріп жатасыздар ма? Біреулер оны, ой, ол одан емес, анау ол мешіттің жаңағы цементін ұрламаған, значит, жаңағы үйдікін жеп қойған, мешіт болғасын қорыққан, содан ол тұрып қалған деген сияқты нәрсе. Иә, ондай себептері бар шығар. Бірақ оның бәрі бекер емес. Мына жігіттерше мысалға оқиғасы. О, Алла Тағала көзін ашып жатыр ғой, өзінің құдіретін көрсетіп жатыр ғой. Тағы да оған бір тағы да міне мүмкіндіктерді берейік, ертең күні худжа қалмасын, мен білмедім, көрмедім, естімедім деген нәрсе болмасын. Ей, сен жарайды, пайғамбар келіп кеткен уақыт ұзақтап кеткен шығар. Ол кітап бұрмаланып, шамалы адамдардың қолы кіріп кеткен шығар. Бұл енді Иса пайғамбардың қауымдарынан деп жатырмыз ғой. Ал енді мынаған не дейсің сен деген нәрсе болады ғой ертең. Сен өз көзіңмен, сенің анау бірінші жаңағы бабаңмен бірге өмір сүрген адамдардың сол жас 20 жасар мысалға шамамен жігіттердің сол қалпында 300 жыл өмірі сақталып қалғанын сен көрдің ғой осы оқиғаны. Сен содан кейін де иман келтірмедің ғой деген нәрсе болады да ол жерде. Сондықтан да жаңағыдай нәрселер ол халықтың кейбір адамдардың иманға келуіне әсер етуі мүмкін. Жаңағы мешіттің оқиғасы мысалға. Онан кейін енді талас болды ғой. Ана жігіттер келді, ол жаңағы қиссасында келеді. Сол жаңағы ізіне қалған жігіттерді көрсетейін деп үңгірге ертіп келген уақытта, сол уақытта Алла Тағала олардың барлығын жанын алды дейді. Бұл миссиясы бітті олардың. Көрді ма? Көрді. Көрсету керек еді ғой. Енді олардың одан кейін олардың арасында өмір сүріп жүру емес қой мақсат. Олардың мақсаты бітті. Алла Тағала сол мезетте олардың барлығының жанын алды дейді. Енді сол кезде талас болады тағы да. Бұл не істейміз енді бұл жігіттерді? Қалай қыламыз? Біреулер айтып, бұл жерге сарай тұрғызайық. Ескерткіш. Ертеңгі халықтардың бәрі білсін, осындай жігіттердің болғаны, осындай оқиғаның шыққаны, ол біздің жерде, біздің өлкеде болғаны деген бір жағынан тағы тарихи жаңағы неге байланысты. Дәл сол жердің этносына байланысты нәрселер ғой жерде. Деп айтты дейді. Роббухум а'ламу бихим, Раббылары оларды жақсырақ біледі ғой деп. Бір мағынасында тәпсіршілер келеді. Бұны осы үңгірімен қоса жабайық. Оны айтып отыр ғой, жерлейік барып көмейік деген нәрселер болды. Осылаймен жауып тастап кетейік, болды. Раббыларына тапсырайық деген нәрсені айтқан дейді біреулер. Бірақ қалаллазина ғалабу ала амрихим ланаттахизанна алейхим масжида, сол спорды, сол жердегі таласты жеңгендер, бұлар енді әдетте кім? Жергілікті билік қой. Олар не істейік деп айтты? Оларға үстеріне сол жерге мешіт соғайық, мешіт салайық деп айтты дейді. Енді Құрайшин сарай тұрғызғанша мешіт тұрғызбайық, барып намаздарын оқысын деген сияқты нәрселер ғой. Бірақ имам Ибн Касир айтады, бұл жерде Аллах Тағала не ананың да айтқанын, не мынаның да айтқанын мақұлдаған жоқ дейді. Негізі мынанікі дұрыс еді деген не болған жоқ қой аятта. Сондықтан бұл жалпы құп көрілмеген нәрсе біріншіден. Екіншіден, ол бұрынғылардың шариғаты. Ол бізге жүрмейді. Жойылып кеткен да. Мансұқталған пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның келуімен. Сондықтан не дейді? Әлгі жаңа хадисті келтіреді. Алла Тағала яһудилер мен христиандарды, насранилерді лағнет етсін. Олар өздерінің пайғамбарлары мен ізгі салихалыларының қабірлерін мешіт қылып алды дейді. Бұл жердегі мешіт қылып алды дегенде имам Науауи түсіндіріп айтады, сол жерге солардың үстеріне мешіт салып, соған қарап намаз оқып, соған қарап жалбарып, содан сұрап, былай шыққан кезде сондай әдет болған да оларда. Бір сондай ұлы біреу, сондай тақуа біреу өлсе, бірден сол жерді ғибадатқа, қанаға айналдырып жіберу деген нәрсе соларда болған.
Сондықтан да бізде бұл исламда құп көріле бермейтін нәрсе, қарапайым өлген адамның өзінің төбесін көтеру, күмбез тұрғызу, оған тағы бір нәрселерді салу, жалпы мәйіттің үстіне құрылыс, ғимарат деген нәрселер бізде құп көрілмейді. Бұл жақсы нәрсе емес. Тіпті кейбір риуаяттарда ол нәрсенің салмағынан мәйіт азап шегеді. Үстіндегі тұрған жаңағы күмбез, тағы бір нәрселердің салмағынан мәйіт азап шегеді деген риуаяттарда бар. Онан кейінгі талас. Бұл енді жаңағы сол кездегі әхлі кітаптардың пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға барып ана сұраңдар деп жұмсап тұрған әхлі кітаптар бар ғой, жаңағы яһудилер, сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заманындағы, айналасындағы. Солардың таласы. Олар не деп айтады? Саяқулуна саласатур рабиухум калбухум. Олар жаңа жігіттердің санына байланысты таласады. Олар үшеу болды, төртіншісі ит еді. Уаяқулуна хамсатун садисухум калбухум. Олар бесеу еді. Алтыншысы иті еді қастарындағы. Раджман бил ғайб. Сөйтіп ғайыпты әшейін айта береді дейді. Хабарсыз, ешқандай дәлелсіз, білімсіз, дерексіз, осылай болған деп олар соға береді дейді. Алла Тағала айтады. Уаяқулуна саб'ату ва саминухум калбухум. Сондай-ақ олар жетеу еді, сегізіншісі ит еді деп айтатындар да бар дейді. Енді қараңыз, осы жерде имам Ибн Касир айтады, бір кішкене таржих жасайды. Аналарды үшеу еді деп айтатындар, бесеу еді деп айтатындарды келтірген кезде раджман бил ғайб дейді. Раджм деген әшейін тисе терекке, тимесе бұтаққа деп лақтыра беру ғой. Олар әшейін ойына келгенде айта береді деген нәрсе айтылды да аяттың жаңағы солардың көзқарасынан кейін. Ал жетеу еді, сегізінші ит еді деген кезде ондай нәрсені айтқан жоқ. Соған қарағанда олардың саны жетеу сияқты дейді. Бірақ қараңыз, имам Ибн Касир ары қарай сөзін жалғастырып айтады. Біз оны білгеннің өзінде де ол біз көп пайда бермейді дейді бізге. Жетеу болыпты, ал мейлі бесеу болсын, ал үшеу болсын, не шешеді ол? Қисса өзгеріп кете ме одан? Олардың солай 300 жыл сол жерде жасырынып жатып, сол бүкіл кешегіден бері айтылып жатқан жағдайлардың біреу болса да өзгере ме? Өзгермейді ғой. Үшеу болса да сол әңгіме, бесеу болса да сол әңгіме. Олардың аттары Асқар, Данияр, Самат болса да сол әңгіме, Мұхаммад, Ибрахим басқа болса да сол әңгіме. Олардың аты, олардың саны, итінің аты, ол үңгірдің тұрған жері, ол қай мемлекет, ол қай патша, оның бәрі маңызды емес. Имам Шарауи айтады, Алла Тағала бұл нәрсенің барлығын жасырып тастады. Не үшін? Бұл қисса қияметке дейін қалу үшін дейді. Қияметке дейін қалу үшін. Өйткені қазір сен оны белгілі бір кезеңмен, белгілі бір дінмен, тағы белгілі бір нәрселермен шектеп тастасаң, ұмытылып қалып қояды ол. Жеке бір жаңағы ұлттың, жеке бір қауымның ғана тарихы болып қалады да. Болды. Ол соларға жаңағы патенттеліп қалады да. Ал оны бәрін жасырып тастады Алла Тағала. Ол енді бүкіл адамзатқа қисса болып қала береді қияметке дейін. Және ол жаңа ешкім айта алмайды да, сондай бір жағдайға тап болған адам, олар деген андай елде болды, біз мынандай елдеміз ғой, немесе олар жетеу еді, біз үшеуміз ғой деген нәрсе болмайды да. Олар деген осындай еді, біз осындаймыз ғой деген. Барлығына, адамның барлығына келе береді бұл жағдай. Барлығы содан ғибрат ала алады. Сол үшін солай болған дейді имам Шарауи, Алла рахмет алсын. Құр Рабби а'ламу би'иддатихим ма я'ламухум илля қалил. Сен айт дейді пайғамбар. Олардың сандарын Раббым жақсы біледі. Ең дұрысын Алла біледі. Және оны аз ғана адам біледі. Сол жаңағы айтып жүргендердің ішіндегі бірең сараңы білетін шығар. Білгенде енді солардың айтқандары бірең сараңның айтқанын сәйкес келетін шығар соған. Ибн Аббас радиаллаху анху, мен сол аз дегендердің ішінемін деп айтқан дейді. Ибн Аббасты білесіздер ғой, радиаллаху анху. Ол бүкіл жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан Құранды үйрендім. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан мына аят қалай деп сұрамаған жерім қалмады деген сөздерді айтқан Ибн Аббас бұл. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған дұға жасап, Аллахумма фақиху фиддин ва алимху тәуил деп айтқан. Бұған дінді үйрет, терең түсіндір, және Құранның тәуил деген мағынасы ғой. Құранның мағынасын үйрет деген. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. Және олармен сен бұл жайында сөз таластырма, және олардан оның
анық қанығында сұрама дейді. Бұндай мәселелерде сөз таластырып керек емес деген нәрсе ғой. Ол Алла білет, болды, қалдырайық. Және олардан тәстәфти деген пәтуа сұрау ғой. Бұл мәселеде болсын, басқа да діни қиссалар, пайғамбарларға қатысты жалпы діни тақырыптарда сен әхлі кітаптан ештеңе сұрама дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады. Олардікінің бәрі болды, мансұқталып кетті. Олардың еш нәрсесі жүрмейді. Кітаптары да үкімін жойды, пайғамбарларының айтқан нәрселері де, әкелген нәрселері де үкімін жойды. Сенің келуіңмен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып тұр ғой. Демек, бізге бұның қандай несі бар? Бұрынғы діндердегі нәрселер, баяғы жаңағы мейлі кітап түскенден болсын, пайғамбар келгенден болсын, оның ешқайсысын біз алмаймыз. Исраилаттың өзін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан исраилаттар бар ғой, жаңағы хаддису ан бани Исраил, баяғы Муса пайғамбардың қауымы бар. Солардың жаңағы ішіндегі кейбір ғажайып оқиғаларды айта беріңдер деп рұқсат бергені бар. Соны тәпсір ғалымдары шектеп не дейді? Оны үшке бөледі. Кейбір қиссалар, кейбір нәрселер бар, олар бұрын айтылып келген. Ол біздің шариғатымызға қарсы да. Бізде керісінше оған қарсы аяттар бар, қарсы хадистер бар. Оны мүлдем айтуға болмайды ол нәрселерді. Екінші нәрселер бар, біздің шариғат құптап келеді соны, сәйкес келеді, біздегі нәрселермен сәйкес келеді. Енді оны айтсаң болады. Үшіншісі бар, ол бізде оны құптап та келмейді, оған қарсы да ештеңе айтпайды. Оған жоламаған жақсы, айтпаған жақсы. Бәрібір енді ол адамның қолы араласқан нәрсе ғой. Кезінде Алладан түскен кітап болғанымен кейін адамның қолы араласты ғой. Сондықтан оны білмейсің да. Біз оны муджмал дейміз ғой, жалпылама иман келтіреміз. Алла Тағаладан Инжил деген кітап түсті, Таурат деген кітап түсті, Иса деген пайғамбар келді, Муса деген пайғамбар келді. Бірақ оның мынау, міне Инжилдегі мынауысы Алланың сөзі, мынау адамның жазып жібергені, қосып жібергені деп біз еш нәрсе айта алмаймыз. Сондықтан да олардан пәтуа сұрама, олардан діни мәселеде еш нәрсе алма деген нәрсе сол. Енді қараңыздар, бұл аяттың түсу себебін айтқан кезде біз өткенде айттық. Жаңағы мүшриктер сенен осы нәрсе туралы сұраймыз деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Мен сендерге оны ертең айтам деді де үйіне кіріп кетеді. Содан ертең уақи түспей қояды, одан кейін де түспей қояды, 15 күн бойы уақи келмей қояды. Осы Кахфтың жаңағы үңгірдің оқиғасы жайында, онан кейінгі Зулқарнайнның оқиғасы жайында, рух жайында сұрап келмей ма? Ешқандай хабар келмей қояды Аллах Тағаладан 15 күн бойы. Не үшін? Инша Алла деп айтпаған үшін. Мен сендерге ертең айтам деді, бірақ Алла қаласа деп айтпады. Міне сол екінші келесі бір ғибрат осы. Сондықтан да Аллах Тағала айтады: "Вала тақуланна ли шайин инни фаилун залика гада." Ешбір нәрсеге мен мынаны ертең істеймін деп айтпа дейді. Илля айяша Аллах, иншалла деп айтпастан дейді. Алла қаласа істеймін деп айт. Еш нәрсені мен мынаны ертең істеймін, ертең сол жаққа барам, ертең келем, ертең берем, ертең айтам. Қазір ертең деген бұл жерде алдағы уақыт қой. Қияметті де ертең деп айтады ғой Құранда. Мен істеймін, айтамын деген нәрсені жалпы сен өзінің мойныңа алма деп тұр ғой, жауапкершілігіңе. Инша Алла деп айт. Алла қаласа болады ғой. Қаламаса болмайды ғой. Ертең сен тірі боласың ба? Білмейсің ғой. Болмаса сенің соны айтып тұрған адамың тірі бола ма? Ол сенің жаңағы уәде беріп тұрған нәрсеге сен шамаң келе ма ертең, келмей қала ма? Біз мына қолымызда тұрған нәрсенің өзін алуда Алланың бізге берген құдіретіне, күшіне мұқтажбыз. Біз солай жасаймыз әрбір ісімізді. Мен қазір мына кітапты жабам деп ниет етіп соған бекіндім ба, Алла Тағала маған соны жабуға құдыра жаратады, күш жаратады. Сол күшпен мен бұны жабам. Егер Алла Тағала ол күшті маған бермесе, мен ештеңе істей алмаймын. Біз ойлаймыз ғой, күнде алып жүрген нәрсем деп. Сондықтан да құдси хадистердің бірінде Алла Тағала айтады: "Ей адам баласы, сендердің барлығың ашсыңдар, қарындарың аш, менен тамақ сұраңдар, мен сендерді тамақтандырам. Сендердің барлығың жалаң ашсыңдар, менен киім сұраңдар, мен сендерді киіндірем. Солай ма?
сендердің барлығың адасқансыңдар, менен тура жол сұраңдар, мен сендерді тура жолға салам деген құдси хадис бар. Осы хадистің шархында шейх Мұхаммад Ауама, алла рахмын алсын, былай дейді: киім, тамақ үйімізде толып тұрған нәрсе ғой, холодильникте толып тұр, дастарханда толып тұр, алып жеймін десең жейсің. Киімің қайсы таза, жаңағы дайын тұрған алып киіп кете бересің. Бірақ соның өзінде алла тағала менен киіндір деп сұра, мен сосын саған киіндірем деп тұр ғой. Жаңа біз айтқан мәселе да, қолыңның астында тұрған заттың өзін сен ала алмайсың, егер алла тағала соны алуға саған құдірет жаратпаса, күш жаратпаса. Үйіңде тұрған киімнің өзін сен алып кие алмайсың, егер алла тағала соны саған кигізбесе. Түсініп тұрмыз ба? Иншалла деген нәрсенің мағынасы сол жақта да. Біз қазір қолымызда тұрған нәрсенің өзін алып бере алмаймыз, егер алла оны нәсіп етпесе да. Сондықтан да бүкіл істі тафуидул әмір дейді ғой, бүкіл істі Аллаға тапсыр, Аллаға қалдыр. Алла қаласа болады, Алла қаласа берем, Алла қаласа барам деген нәрсе. Алла қаламаса ол еш нәрсе болмайды. Түсінікті ғой? Енді وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, ұмытсаң, Раббыңды еске ал деп аят жалғасады. Осыған байланысты ғалымдарымыз бұл аятты әртүрлі түсіндіреді. Жаңағы сен бір нәрсені айтатын кезде, істейтін кезде иншалла деп ұмытып кеттің ғой. Ұмытып кеттің, және сол уәде сөз есіңе түскен кезде иншаллах деп қосып жіберсең болады дейді. Бұл мағынасы сол дейді. Бұл бір жағынан табаррук болады. Сен калиманың жаңағы Алланың есімінің берекесін көресің, берекесін аласың. Екіншіден, егер қандай да бір нәрсені ұмытсаң, қазір мысалы айтайын деп отырмын, одан кейін не айтайын деп жатыр едім деп есіме түспей жатса, «Вазкур роббака иза насита», ұмытсаң, Раббыңды есіңе ал деген нәрсе сол дейді. Ла хаула ва ла қуввата илля билла, ла илаха иллаллах, бір зікір, кез келген бір зікірді айтып жібер дейді. Сол кезде ол сенің есіңе түседі дейді. Бұны қайдан алып отыр ғалымдар? Муса мен Хидырдың оқиғасы. Муса жанындағы жаңа шәкіртін ертіп шықпай ма? Сөйтіп жолда анау себет қайда деп сұраған кезде, ол айтуды ұмытып кетіп, «Вама ансаниху илля шайтану назкурах» дейді ғой. Оны маған есіме түсіруге ұмыттырған шайтан дейді. Адамның ұмытуына көбіне көп себеп болатын шайтан. Ал шайтан қай кезде қашады? Алланың зікір еткен кезде қашады. Сөйтіп ана нәрсе қайтадан есіңе түседі деп ғалымдар осылай түсіндірген екен. Тағы бір риуаяттарда келеді, салауат айтыңдар деп келеді. Бірақ ол әлсіз хадис, бірақ ғалымдарымыз ол да амалға жарайды дейді. Мысалы ұмытып тұрған кезде бізде бар ғой арамызда көбінесе Аллахумма салли ва саллим аля набина Мұхаммад деп жаңа салауат айтып жіберетініміз бар, иә. Ол да амалда бар нәрсе. Бірақ оған сүйенілетін хадис әлсіз болғандықтан ғалымдарымыз біз ол хадиске сүйенбей қойық, біз мына аятқа сүйенейік дейді. Салауат та зикірге жатады ғой дейді. Түсінікті? Салауат зикір ғой, бір түрі ғой зикірдің. Зикірге жататын болғандықтан, сондықтан оны да осы аяттың астарында қарастырсақ болады дейді. Икрима деген табиғин радиаллаху анху, Ибн Аббастың шәкірті, «Иза ғадибта» деп түсіндірген екен. Ашуың келген кезде, жаңағы «Иза насита» дегенде «Иза ғадибта», ашуланған уақытта Алланы зікір ет. Сол кезде ашуың тарқайды деп. Ашу шайтаннан, ал шайтан оттан деген хадистер бар емес па? Ол да айналып келген кезде жаңағы нәрсеге келеді. Бірақ біз не үшін иншалла деп айтамыз? Шынымен де істің бәрі Алланың қолында болғандықтан, біз жаңағы уәде беріп жатқан кезде жартылай уәде беріп жатқандығымыздан емес, өзімізге жаңағы беріп жатқан уәдемізге сенімсіз болғандықтан емес, болмайды ғой бәрібір деп жаңағы оны істемейін деп тұрғандығымыздан емес. Түсінікті? Ол істің бәрі шынында Алланың қолында болғандықтан. Айтпесе жаңағы иншалла деп жаңағы өтірік айтып шығарып салу, ол дұрыс емес, ол күнә болады, қате болады. Алланың есімін өтірікке араластыру болады. Келесі мәселе وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Сонан кейін не деп айтты дейді? Мүмкін Раббым бұған жақын, осы жаңағы туралыққа, осы мәселенің жауабының шынына, дұрысына жақын бір жауапқа мүмкін Раббым мені соған тауфиқ берер, соған мені тура жолға салар деген мағына ғой.
Бұны ғалымдарымыз түсіндіріп айтады. Егер сенен бір нәрсе туралы сұраса, сен оны білмесең, сен соны я Раббым маған білдіре көр, соның дұрыс жауабын маған көрсете көр деп дұға тілеуіңе қатысты аят деп түсіндіреді. Білмеймін деп жүре беру деген нәрсе емес та бұл жерде. Білмейтін нәрсеңді ізде, таба алмай жатсаң Раббыңнан сұра, я Раббым маған мынаны білдіре көр, маған мынаны көрсете көр деген нәрсе, ұмтылыс, талпыныс, білімге, білуге деген нәрсе ғой. Енді жағы сан туралы талас болды, оны Алланың өзі біледі. Олар жаңа қанша уақыт жаттық деген өздерінің арасында да болды ғой ол нәрсе. Енді әхл кітаптардың арасында да бар. Қанша уақыт болды олар? Осынша жыл болды ма, жоқ әлде сонша жыл болды ма деген нәрсе. Олар сол үңгірлерінде 300 жыл болды дейді. Алла Тағала айтады. 300 жыл болды. Және оған 9 жылды қосты деп жаңағы имам Шарави оны түсіндіріп айтады. Бұл 300 жыл деп күнмен есептегенде, күнмен есептесек жылына қанша күн бар? 365 күн бар. Ал аймен есептесек 355-354 күн бар. Солай ғой. Демек 100 жылға 3 жылдан қосылып отырады. Хижри жылмен айырмашылығы сондай. Мысалға күнмен санағанда, енді бұрынға христиандар күнмен санады, күнмен жүрді ғой. Күнмен санағанда 100 жыл болатын болса, оны аймен санасаң, қазір шариғаттағы хижри немен есептесең, ол 103 жыл болады. Енді 300 жылға ол қалай болады? 309 жыл болады ғой. Сондықтан екі есепті де айтып тұрды Алла Тағала бұл жерде. Күнмен есептесеңдер, олардың жатқан уақыты 300 жылға сәйкес келеді. Ал аймен есептесеңдер, мына мұсылман үмбетінше олардікі 309 жылға сәйкес келеді дейді. Анау жаназаларда үлкен кісілердің жаназасын шығарып жатқан кезде 3 жыл қосып отырады ғой, білесіздер ме? 1 жыл, 30 жылға 1 жыл деп қосып отырады ғой. 60 десе, 62 десейші деп. Сол хижримен есептеп не қылатын ғой. Біз енді қазақта бар ғой, жаназаға шығаратын кезде жаңағы осындай ұлы, осынша жаңағы марқұм осындай жасында өмірден өтіп жатыр, қарызы бар ма, кешіресіңдер ма деген әңгімелеріміз болады ғой енді. Сол кезде жасын айтамыз ғой. Сол кезде жаңа үй иелері айтып жатады. Бұл 60-та оған тағы 2 жыл қосасын 62 деп айтады да. 30 жылға 1 жыл қосқандағысы ғой, осы нәрсе ғой, сол біздегі есептейтіндері. Қулиллаху а'ламу бима лабису, бірақ тағы да Алла Тағала не дейді? Сен оларға айт, олардың қанша жыл тұрғандарын Алла жақсырақ білуші. Лаху ғайбус самавати вал ард. Бүкіл аспандар мен жердің ғайбы Алланың құзырында. Абсир бихи ва асми'. Ол қандай көруші, қандай естуші? Таажуб қой бұл жерде. Ма лахум мин дунихи мин валию ва ла юшрику фи хукмихи ахада. Оларға Алладан басқа ешқандай еге қамқоршы жоқ, және оған қатысты, оның үкіміне қатысты ешкімді серік қылып қоспасын деген аятпен аяқтайды. Енді осы жерде айта кететін бір мәселе бар. Иъжаз деген нәрсе бар. Құранда иъжаз деген нәрсе бар. Құранның ол иъжаздың әр түрі бар. Ол ғылыми иъжаз дейді, тілдік иъжаз дейді, сандық иъжаз. Иъжаз деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мұғжизасы деген естуіңіз бар ғой, мұғжиза деген ол адам баласы істей алмайтын, адамның қолынан келмейтін істер. Хауариқул ада дейді, тіпті біз көріп жүрген физикалық заңдылықтарға да қайшы нәрселер. Айды екіге бөліп тастауы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Саусағының ортасынан судың ағуы мүмкін емес қой былайша қараған кезде. Сол үшін де ол муъжиз. Басқалар оны істей алмайды. Басқаларды оны істеуге келген кезде әлсіз қылып тастайды деген мағынаны береді ғой. Құранда иъжаз деген сол да. Айтты ғой, егер сөздерің рас болатын болса, өздерің бар, жындарың бар, бәрін жиналып келіп, 10 сүре алып келіңдерші деді. Ақыр аяғында не дедім? Ол 1 сүре алып келіңдерші деді, 1 сүре осындай. Иъжаз деген сол да. Құранды ешкім қайталай алмайды, ешкім дәл ондай қылып жаза алмайды, дәл ондай қылып таба алмайды. Сондай нәрселердің бірі, анау 12-ші аятта айюхум ахса лима лабису деген аят келді ғой. Сол жердегі лабису деген сөзбен, лабису деген тұру, сол кәхфтің ішінде, үңгірдің ішінде уақыт өткізу, сол жақта тұрақтау. Енді соның уақыты жайында болып жатыр ғой. Және екінші лабису деген сөздің арасында
санасаң, мына ләбисудан бастап мынаған дейін санасаң 309 сөз. 309 сөз шығады. Және ішінде وَلَبِثُوا فِي كَهْفٍ 300 سِنِينَ деп тұр. 300 жыл тұрды деген сөз бар. Сол 300 деген сөз, сол жаңа 309 сөздің 300-ші болып келіп тұр да. Көрдіңіздер? Бұның барлығы Құранда иъжаз, жаңағы сөздік, тілдік, жаңа сандық иъжаздарға жатады бұның барлығы. Ясинде де бар, ол жаңағы Қадыр сүресінде де бар. Біз ана Қадыр түнінің 27-ші түні деп айтамыз ғой. Сол жерде Ибн Аббастан деп келеді риуаят, жаңа хия деген сөз, ол деп айтады ғой, 27-ші сөз. Өзі сүре 30 сөзден тұрады деген сияқты нәрселер бар ғой. Осының барлығы ол Құрандағы иъжазға жатады. Бізде уақыт бар ма? Нешеде намаз? Ой, әлі біраз бар екен ғой. Келесі аяттар. Ватлу ма ухия илайка мин китаби раббик. Әрі қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтады Аллах Тағала, өзіңе уахи етілген Раббыңның кітабын оқы дейді. Аналар айтып жатыр, таласып жатыр, олардың кітаптарында бір хабарлар бар екен, оларда бірдеңе жазылған екен десе, адам елең ете қалуы мүмкін ғой. Не жазылған екен ол жақта? Олар не айтып жүр деп, солардың арасындағы хабарларға таста оның бәрін деді. Олардың барлығын сырып қой. Өзіңе уахи етілген Раббыңның кітабын оқы деді. Болды, соңғы сөз Құранда, соңғы үкім Құранда, соңғы шешім Құранда. Осы Құранға ғана беріп, Құраннан ғана ізде деген нәрсе ғой. Ла мубаддиля ли калиматих. Раббыңның сөзін ешбір нәрсе оны ауыстыра да алмайды, жоққа да шығара алмайды. Болды, бұл Құранда Алла Тағала түсірді, өзі сақтаймын деді, ол сақталады қияметке дейін. Уалан таджида мин дунихи мультахада. Және одан басқа барып паналайтын, пана тілейтін ешкімді таппайсың. Ақыр соңында бәрібір адамның, мейлі мұсылман болсын, мейлі кәпір болсын, соңғы жалбарынатыны, соңғы қиналған тығырыққа тірелген жерінде сұрайтыны, ол бәрібір Алла ғой. Кім болса да бәрібір я Құдай деп айтады. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Және өзіңді таңертеңде, кешке де Раббыларын зікір ететін, Раббыларына жалбарынатын, Раббыларына құлшылық, ғибадат жасайтын, тек қана соның ризалығын іздейтін, соның ризалығын қалайтындармен бірге өзіңді сабырға шақыр дейді. Wasbir nafsak. Өзіңді сабырға шақыр, сабырға баулы өзіңді дейді. Бұл нені көрсетеді? Адамға жанына салихалы серіктің, салихалы жолдастың, салихалы тақуа ортаның керектігін көрсетеді. Бұның түсу себебіне байланысты енді келтіреді. Жаңағы Меккенің сол бай манап мүшриктері пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оларға келіп исламды ұсынған кезде, анау қасыңдағы Біләл, тағы кімдер бар? Анау кеше құл болған, әлі де құл болып жүрген Аммар сияқтыларды қуып жібер. Сол кезде біз сенің айналаңа жиналамыз. Өзіміз адам сияқты болып отырайық деген әңгімелерді айтқан ғой. Сол кезде Аллах Тағала осы аятты түсірген деп келтіреді. Енді былай біз енді ғибрат ретінде өмірімізге алып қарайтын болсақ, пайғамбарға бұл нәрсені бұйырып жатыр. Өзіңді сабырлыға шақыр, кімдермен бірге? Жақсы, салихалы адамдармен бірге деген нәрсе да. Бұл бізге ең керектің керегі. Ғалымдарымыз айтады, Муса пайғамбар Фирғауынға жіберіп жатқан кезде, оны Алла Тағала жіберіп жатқан кезде не деп айтты? Менің жаныма Харунды серік етіп, жаңағы уәзир етіп жібер дейді ғой. Жаныма жәрдемші етіп, оны да пайғамбар қыл деген нәрселер айтылады ғой. Сол жерде себептерін көрсетіп, не дейді? Кайназкурака кафира. Сені көп еске алуымыз үшін, ванусаббихака кафира. Сені көп дәріптеп ұлықтау үшін. Пайғамбардың өзі жанына жәрдемші серік сұрап тұрды Алла Тағаладан. Осы діннің дағуаттың жолында. Сондықтан қандай да бір мұсылман өзім дінімді аман алып жүрейін, мен жаңағы ешқандай бәлеге, күнәға ұрынбай жүрейін, мен сондай бір Раббымның разылығына жетейін деген үміті болатын болса, ол сондай жанына адамдар іздеуі керек. Онсыз болмайды деген нәрсе ғой. Және сол жолда не істеу керек? Және сабыр ету керек. Ол қиын ғой. Елтіп бара жатыр, неше түрлі жан нәпсін қозып бара жатыр. Өзің сияқты, өзіңмен жасты жігіттер өмірдің рахатын көріп жүр мысалға, оңды солды шашып дегендей. Ал сен жаңағыдай бір өзіңді қинап жүргендей, өзің бір қысылып жүргендей сезініп жатсың. Қиын ба? Қиын.
жақсылыққа да сабыр ету керек қой, құлшылыққа да сабыр болады, күнәға да сабыр болады, сабырдың түрлері көп болады ғой. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл дүние мүміннің несі дейді, түрмесі дейді. Мүміннің түрмесі, ал кәпірдің жәннаты дейді. Жәннатта не істейді адам кіргеннен кейін? Қалаған нәрсеңді же, қалаған рахат ләззатыңды көр деген нәрсе болады ғой. Ол жерде тәклиф жоқ, намаз оқы деген нәрсе жоқ, ораза ұста деген нәрсе жоқ. Тек қана рахат, бір-біріне сәлем деген нәрсені айтып жүре береді. Кәпір солай сезінеді да өзінің дүниеде. Шариғат жоқ, шектеу жоқ, болады болмайды, харам халал деген дүние жоқ, кісі ақысы деген жоқ. Жүре береді. Ал мұсылманда жаңағыдай нәрселер болғаннан кейін уақытша ол дүниеде түрмеде жүрген сияқты деп айтқан екен да. Енді қараңыз, жақсы серіктің, жақсы достың бір-екі ғана пайдасын айтып кетейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мунашадатул ихуан деп келтіреді хадистерінде, қияметте тақуа, мүмін адамдар бір-бірлерінің бауырларын іздейді. Я Раббымыз, бізбен бірге намаз оқып жүрген, бізбен бірге ораза ұстап жүрген, пәленше деген бар еді, түгенше деген бар еді деп Раббыларынан шапағат сұрайды. Шапағат тек пайғамбарда болмайды ғой. Аш-шафаатул узма, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үлкен шапағаты, ол бөлек. Сол сияқты адамдардың бір-біріне шапағаты, қарилардың шапағаты деген нәрселер бар ғой, шахидтердің шапағаты деген бар ғой хадистерде. Сондай ниетпен біздің бір бауырларымыз бар еді деп сұраған кезде Алла Тағала оларға рұқсат береді. Түрлерін таныған адамдарды барып тозақтан алып шығыңдар деп. Сонда барып тозақтан алып шығады дейді. Тіпті кейбіреулер не істеген дейді, тізелеріне дейін, кейбіреулердің санына дейін от жеп қойған дейді. Шынымен де мүмін болып жүрген, бірақ жаңағыдай ортаға байланбаған, керісінше үлкен күнәларға ұрынатын, үлкен күнәларды істейтін, белшесінен кешетін орталармен өткізген, бірақ анда-санда бір айтта мүмкін бір намазда кездесіп қалатын шығар. Соны айтып тұр ғой, енді ана жерде бір жақсы жерін айтады ғой. Сондай адамдарды жақсы адамдар шапағат етеді дейді. Сондықтан қасында жүру ол үлкен нәрсе. Тағы бір пайдасы, Али радиаллаху анхудың бір сөзі бар. Таат дейді ғой. Таат деген бұл жерде құлшылық, ғибадат, күнәні тәрк ету, харамнан аулақ болу, бүкіл Алланың әмір тыйымдарының бәрін орындап жүру, ол таатты. Сондай нәрселерге өздеріңе былай жәрдем беріңдер дейді. Енді сен өзіңді сол намаздан қалмай, сондай бір жақсылықтың басында жүргің келеді ғой. Сөйтіп жүргің келсе, өзің ұялатын адаммен серік бол дейді. Өзің ұялатын ананың қасында ұялатын адаммен бірге бол. Ең құрғанда анадан ұялғасын, қолыңа таспих ұстап, кішкене бос отырмай салауат айтып отырайын деп. Қыздар кетіп бара жатса қарамай, анау отыр қасында ұят та. Құрметтейсің өзің, сондай тақуа. Ол да сен тақуа деп ойлап жүрген адамда мысалға. Рас қой. Адам болғаннан кейін болады ондай нәрсе. Өзің ұялатын адамның жанында жүріп, сол арқылы өзіңді құлшылыққа жәрдем бер дейді. Әйтпесе бет ашылып қалған адам бір-бірінен ұялмайды ол. Үйіңе мысалға бір қонаққа келсінші, бір намаз оқитын, сондай бір ұстаз дейік, бір имам бір үйіңе қонсыншы, таң намазда ұйықтап қалмайсың сен ол түні. Рас қой. Будильникті 9 рет қойып, мені оят деп бәріне тапсырып, бірінші болып тұрып аласың, рас па? Рас. Былайынша келсе үйінде ондай адам болмайды. Ұялып тұрсың ғой сен өткен ана кісіні. Мынау мен алдымда бірінші қатарда отқанға мен тәп-тәуір тақуа екен деп жүрсем, таң намазын деген жібереді екен ғой деп айтып кетеді ғой ертең. Сондай болмасын дейсің да сен ұялғанын бірінші болып тұрып аласың. Солай ма? Жаңа үйленген кезде де, әйелің сенен ұялып, сен одан ұялып, бір-біріңді оятып, тахажжудқа оятып жүресіңдер ме? Содан кейін адам бір-біріне үйренгеннен кейін, бет ашылғаннан кейін бірге ұйықтайсыңдар, жағарысып. Сол үшін өзің ұялатын адам сондай нәрсе. Мен мысалы қазір сіздермен бір жерге шықсам, тауға бір жерге, мен анау 4 жыл бірге жатақханада жатқан группаласымен бірге жүргендей емін еркін жүре алмауым мүмкін да. Сіздерден ұялып қой, құрсын, ұстаз деп жүр ғой, қанша үлкен имам деп жүр, ізме еріп жүр, лағып кетпейін деп, кішкене уағыз айтып, жаңағыдай білгендерімді айтып, қолым болса қалса зікір айтып, салауат айтып сөйтіп жүремін, дұрыс па? Анау бірге жаңағы жатақханада жатып, талай жаңағы ол жерде әзілдесіп, кішкене емін еркін жүріп қалуымыз мүмкін. Енді қайсысы жақсы? Жарайды, күнә істемерсің ғой. Бірақ әшейін бос әзіл айтып, құр әшейін арадағы промежуток уақыттарды бос өткізген жақсы ма? Жоқ әлде анадан ұялып болса да әйтеуір кішкене зікір айтып, салауат айтып жүрген жақсы ма? Бұл енді Али радиаллаху анху сахаба ғой, соны айтып тұр ғой. Адам біліп тұр ғой жағдайын бәрін несін.
Онан кейін имам Ахмадтың да дәл осыған қатысты тағы бір сөзі бар. Мен дейді, енді бұл жерде мен дегенде жалпы олар кішіпейілдік көрсетіп мен деп келтіреді ғой адамдардың сөздерін мысалдарға келтірген кезде. Қандай да бір бәлеге ұрынсам, қандай да бір жамандықты, қателікті жасап қойсам, сол өзім ұялмайтын адамның жанында жүргендіктен жасап қойғам деп айтады да. Жаңағының керісінше мағынасы ғой. Өзіміз ғой деген нәрсе да. Мен содан істеп қойдым көпке қателіктерді деген сөзі бар да. Бұлай жалпы адамның халін айтып жатыр ол жерде, жалпы. Түсінікті? Сондай, енді бұнымен осымен біздің Кахф сүресіндегі алғашқы қиссамыздың айналасындағы соның төңірегіндегі сабақтар тамам. Келесі сабағымызда біз жаңағы екі жәннаттың егесі жайындағы қиссаға көшеміз. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار